Баланың бойында батылдықты қалыптастыратын 10 қағида. Бірінші, баламен сөйлескенде немесе оны еркелеткен кезде баланы дұрыс есіммен атау. Бала өзінің жасынан ересек сезініп, жауапкершілікті сезініп өскені абзал. Баланы еркелеткен кезде оны төмендететін жаман ат, немесе лақап ат, немесе қысқартылған атпен атамай, батырым, ақылдым, ғалымым, сұлтаным секілді жағымды аттармен атау керек. Сонда баланың өз-өзіне деген бағасы артып, сана сезімі жоғарылап, өзінің ересектерге ұқсайтынын сезінеді. Екінші, балаларды қонақ келген кезде ересектермен бірге отырғызу. Бұл балалардың зеректілігі мен зияткерлігін арттырып, ересектерден үлгі алуға мүмкіндік береді. Және олардың ойын мен ермекке шектен тыс беріліп кетуін тежейді. Балаларға ата-бабаларымыздың елін қорғаған есіл ерлігі және имандылық қасиеттері жайлы әртүрлі әңгімелерді құлағына құйып өсіру. Міне, осылайша бала жүрегінде шынайы еліктеуге тұрарлық идеал тұлғаның бейнесін қалыптастыру. Бұл балалардың ержүрек болып өсуіне қажетті батырлық сезімін ұялатып тәрбиелейді. Төртіншіден, көпшілік ортада баланы жасытпай, кемсітпей, әлі де жасай алмайтын әрекеттерін басқа балалармен салыстырмалы түрде қарап баға бермейміз. Себебі әр бала жеке тұлға. Уақыты келгенде барлығы қолынан келеді. Тек сабыр етіп, лайықты құрмет көрсетіп, қолдау керек. Балаларды нысана ату, жүзу, атқа міну, күресу, ат бәйгесі секілді ерлер спортына баулу. Ер баланы нәзіктік пен әйел табиғатына тән сипаттардан аулақ ұстау. Ердің әйелге, әйелдің ерге ұқсауы шариғатта харам болып саналады. Сондықтан ұл баланың киімі, қылығы әйел затына ұқсап кетуден сақтану қажет. Жетінші қағида, баланың өзіне маңызды екенін сезінуге мүмкіндік беру. Ол үшін ең бірінші басқа үлкен адамдармен амандасқан секілді кішкентай балаларға да амандасу. Олардың өзге ересек адамдармен тең дәрежедегі адам екендігін сезіндіріп, менің де қоғамға қажетім бар екен ғой деген түсінік қалыптастырып, өмірден өз орнын табуға жетелеу. Екіншіден, баламен ақылдасып кеңесу және олардың пікірімен санасу. Міне осылай еткенде бала өзіне көңіл бөлгенін біледі. Бұл да өз кезегінде балаға үлкен рухани демеу береді. Үшіншіден, жасы мен мүмкіндіктерін ескеріп, жауапты істерді орындауға бұйыру. Себебі бала осындай істерді орындау арқылы үйренеді, өседі, кемелденеді. Төртіншіден, құпияларды сеніп тапсыру. Сегізінші, керек кезде баланы батылдық танытуға, сондай-ақ халық алдында сөз сөйлеуге үйрету. Бала жастайынан көпшілік алдында сөйлеп үйренсе, жасқаншақтық пен жастықтан ада болып, қандай жерде болмасын, қысылмай ойын айта алатын батыл, шешен болып өседі. Баланы шектен шыққан сән салтанаттан, жайлылық, жалқаулық, жатып жер арам тамақтықтан, есепсіз жұмсалатын қаражаттан, таң атқаннан кешке дейін уақытын босқа өткізетін гаджеттер мен ұялы телефондардан, денсаулығына зиян келтіретін сусындар мен әуестікпен баратын шылымдардан, жұмыссыздықтан аулақ ұстау. Баланы мақсатсыз кездесулер, қажетсіз ойын-сауықтар мен пайдасыз бас қосулардан аулақ болуға үйретіңіз. Себебі бұлар ерлік пен байсалдылық қасиеттеріне
қайшы келетін істер болып табылады. Уақытты қажетсіз, бос нәрселерге жұмсап үйренген бала өмірлік маңызды істерде де тиянақсыз болып шығады. Өйткені ол шынайы маңызды нәрсе мен шынайы маңызды емес нәрсенің айырмасын сезіну қабілетінен айырылады. Міне, тілімізге тиек еткен осындай нәрселердің барлығы ұрпақ тәрбиесінде аса маңызды. Ертеңімізді ойласақ, болашақ ұрпағымызды ездіктен ада етіп, ерлікке баулайық бауырлар. Ел боламын десең, бесігіңді түзе демекші. Кез келген тұлғаның тұлғалық қасиеттері бесіктен бастау алады. Ал қазақ болса, қаршадайынан бастап ұл баланың бойына батырлық пен қайсарлықты, жауапкершілік пен аманатшылдықты, сертіне беріктік пен бауырмалдық секілді ұлы сипаттарды сіңірудің қағидаларын ұсынған. Бабаларымыз балаңды аясаң, аяма деген. Олай болса, әр перзенттің болашақта дұрыс адам болып өсуі, ол әрбір ата-ананың парызы мен міндеті. Жоғарыда айтылып өткен қағидалардың қайсы бірі сізге ұнады, қайсы бірін өз өміріңізде қолданып жүрсіз? Комментарияда өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Күнделікті шығып отыратын аудиоларды тыңдау үшін арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Құрметті көрермен, ана тіліндегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман, сау болыңыз.